Мен твид матасынан тігетін боламын. Әбден үтіктейміз, пармен дублеріндаймыз. Қайта тікейміз, себебі бұл қатты отырады. Енді лекаладан насечкалардың орнын осылай үш бұрышқа кетеміз. Сол кезде белгілегенге ыңғайлы болады. Лекаланың барлық бөліктерін осылай кесіп шығыңыздар. Мен уже дайындап қойдым. Енді матаны пішкен кезде білесіздер, матаны екіге бөктейміз деп пішеміз. Матаны бір-біріне оң беттестіреміз де, осылай ішкі жағына пішетін боламыз. Негізі қара түсті матаны, қара түсті дублерин жабыстырасыздар. Мен қазір тіккен кезде сіздерге көріну үшін ақ дублерин жабыстырдым. Мына бізде спинка деген артқы бөлігі матаның бүктелген жеріне барып пішілетін болады, себебі ізгип деген сөз бізде бүктеу. Ал мынау бізде полочка алды және де подборд. Осыдан біз 4 деталь пішетін боламыз. Осы бүктелген күйінде екеу пішіледі, сосын тағы да пішеміз. Сонымен негізгі матадан осы 5 детальді пішіп аламыз, ал мынау бізде подкаттан пішіледі. Қазір подкат, яғни астар матадан пішілетін детальдерді көрсетемін. Мынау өзі подкат дегенде подкат деп жазылып тұрады. Міне бачоктың подкат, артқы бой және де бачок алдыңғы бой подкат. Осы 3 детальді біз астар матадан пішетін боламыз. Мінекей осылай мен сияқты үтікпен өшетін ручкамен немесе бормен сызып аламыз да, насечкалардың орнын міндетті түрде белгілейміз. Бұл насечкаларды қазір пішкен кезде тоже бір 3-4 мм қиып өтеміз. Мінекей барлығын пішіп алдым. Мына жерде өзі деталь деп жазылып тұрады, 4 деталь. Міне біз 2 қойдық, қазір тағы да 2 қоямыз. Мына бачокта бізде 2 деп жазылып тұр. Негізгі матадан 2 қойдық. Енді подкаттан 2 қоямыз. Алдыңғы бой тоже 2 қойдық. Енді подкаттан да 2 қоямыз. Және артқы бойдан 1. Бұны ашқан кезде міне 1 бүтін болып шығады. Алдыңғы бөлікте бізде полочка және подборд деп тұр. 4 деталь деп тұр. Міне астына қоямды, тағы да пішіп алам бұдан 2. Енді мына менде астар мата, подкат және 3 деталь пішеміз дедік қой, осы 3 детальді қоямыз да пішіп аламыз. Бұны да матаны 2 бүктеп пішеміз. Жалпы кез келген киімді матаны 2 бүктеп пішеміз. Мінекей пішіп алдым. Бұны да насечкаларын белгілеуді ұмытпаймыз. Міне қайшымен осылай 2-3 мм ғана осылай қиып өтеміз кішкене. Бұны не үшін бұлай кесеміз? Себебі детальдерді бір-бірімен біріктірген кезде оңай біріктіріледі. Тура сол жер. Міне негізгі матамыздан да осылай бәрін кішкене ғана қиып шығатын боламыз. Енді кажекидің ішіндегі астарды бір-бірімен біріктіреміз. Бірінші лекада подборд деп жазылған және де бачок, полочка деп жазылған екеуін бір-бірімен біріктіреміз. Және де спинка и бачок, спинка деп жазылғанда екеуін бір-бірімен біріктіріп шығамыз. Біріктіру деген, яғни екеуін қосамызда қосып тігіп шығамыз. Міне оң беті мен оң бетін біріктіреміз. Сонда бізде теріс беті сыртқа қарап тұрады.
мына насечкаларды не үшін белгіледік? Міне осылай бір-біріне тура келтіреміз. Осылай булавкамен қадап аламыз барлығын. Если сіз өміріңізде бірінші рет тігіп тұрсаңыз, онда қолмен көктеп алыңыздар, себебі қиын болуы мүмкін. Осымен алдыңғы бойды бәрін булавкамен қадап алдым. Енді міне видеода көрсетілген бойынша осылай ұзыннан тігіп шығамыз. Енді бұны тіккен кезде де бачок бізде жоғары қарап тұру керек. Мына үшбұрыш шығып тұру керек, осылай 1 сантиметр. Енді 1 сантиметрге тігіп шығамыз. Тіккенімізді осылай ашып тексереміз. Ешқай жері салон болып қалмау керек. Міне біз осымен алдыңғы бойдың астарын тігіп шықтық. Осы екі жерін, видеода көрсеткен екі жерін біріктіріп тігіп шықтық. Енді артқы бойды тігіп шығамыз.